Жамбыл облысының Сарысу ауданында жел электр станциясының құрылысы басталды. Жасыл энергия көздерін өндіру бойынша республикада бірінші орында келе жатқан өңір ел тұтынатын электр энергиясының 30%-ын қамтып отыр. Аймақтағы ауқымды жоба аясында құрылыс аумағына уақыт капсуласы салынды. Жамбыл облысында Қазақстан мен Орталық Азиядағы ең ірі жел электр станциясының құрылысы басталды. Жобаны Самұрық Энерго, жаңартылатын энергетика саласындағы әлемдік көшбасшы Мастер компаниясымен бірлесе іске асыруда. Станция жылына шамамен 4 миллиард киловатт сағат электр энергиясын өндіріп, 880 мыңға жуық үйді экологиялық таза энергиямен қамтамасыз етеді. Бұл Қазақстанның оңтүстік өңірлеріндегі энергия тапшылығын жабуға елеулі үлес қосады. Жоба қуаты 1 гигаватт жел электр станциясының құрылысын, сыйымдылығы 600 мегаватт сағат энергияны жинақтау жүйесін, сондай-ақ ілеспе желілік инфрақұрылымды дамытуды көздейді. Инвестициялардың жалпы көлемі шамамен 1,4 миллиард ақш долларын құрайды. Нысанды пайдалануға беру 2029 жылы жоспарланып отыр. Салынып жатқан станция Орталық Азияда ең ірі жел электростанцияның бірі болады. Жоба аясында 440 гектар аумақта 100-ден астам ветрогенераторлар орнатылады. Станция жылына шамамен 3,4 миллиард киловатт сағат электр энергия береді. Ол 800 мың үй, 800 мың ауыл шаруашылықтарына электроэнергиямен, таза электроэнергиямен қамтамасыз етеді. Тың жоба толық қосылғанда еліміздің оңтүстік аймақтарының энергетикалық қуаты өседі. Демек, бүгінде Жамбыл облысының жасыл энергия өндіруде республикада бірінші орында тұруы бекер емес. Қуаттылығы 1 гигаватт болатын жел электростанциясының құрылысы жаңартылатын энергетика саласындағы Қазақстандағы ғана емес, бүкіл Орталық Азиядағы ең ауқымды жобалардың бірі. Оның Жамбыл облысында жүзеге асырылуы өңіріміздің инвестициялық әлеуетінің тұрақты даму мүмкіндігін және халықаралық деңгейдегі сенімді серіктес ретіндегі беделінің айқын дәлелі. Капсула салу рәсіміне Самұрық Энерго басқарма төрағасы Қайрат Мақсұтов, Жамбыл облысының әкімі Ербол Қарашөкеев, Мастер компаниясының басқарма төрағасы Мұхаммед Әлі Рамахи қатысты. Жобаға арабиялық кәсіпкер 1,4 миллиард теңге қаржы құймақ. 3 жылда іске қосылатын нысанда энергия экологиялық таза жолмен алынады. Нәтижесінде ауаға бөлінетін көмірқышқыл газының көлемі жылына 2,5 миллион тоннаға дейін азаяды. Біз осы жаһандық тәжірибемізді, ауқымды мүмкіндігімізді және ұзақ мерзімді инвестициялық әлеуетімізді Қазақстанға алып келіп отырмыз. Бұл жобаға шамамен 1,4 миллиард ақш доллары көлемінде инвестиция салынады. Жоба жел электр энергиясын өндіруді, энергияны сақтау жүйесін біріктіріп, Орталық Азиядағы ең ірі кешенді жаңартылатын энергия жобаларының біріне айналады. Жаңа жел электр станциясының Қазақстан үшін стратегиялық маңызы зор. Жоба еліміздің оңтүстік өңірлерін энергиямен қамтамасыз етуді арттыруға бағытталған. Оны іске асыру елдің энергия жүйесін нығайтуға, жаңартылатын энергия көздерінің үлесін арттыруға, жаңа жұмыс орындарын ашуға және Жамбыл облысының әлеуметтік экономикалық дамуына серпін береді. Бекзат Әшірбай, Аңсар Тілепберген, Елдар Түстікбай, Қордай 24 News.